Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге Моя Геройская академиясын қазақша нұсқада айтып беретін боламын. Ендеше лүпіл басып, каналға жазылып кеттік. Менің қаһармандық академиям әлемінде жарқыраған нәресте туылғаннан кейін геройлар қарапайым адамдар арасында пайда бола бастады. Уақыт өте келе халықтың шамамен 80% қасиет деп аталатын ерекше қабілетке ие болды. Балаларда бұл 4 жастан білінді. Бірақ біздің басты кейіпкеріміз Изуку Мидория немесе Декуде ешқандай қасиеті жоқ қарапайым бала болып туылды. Сондықтан оны балабақша мен мектепте үнемі мазақ қылатын. Бірақ ол қаһармандарды өте қатты жақсы көрді және анасына номер 1 деп аталатын супер қаһарман туралы бейнені қосуды өтінді. Қасиеттің пайдаланушылары халықты зұлым адамдардан және табиғи апаттардан қорғау үшін өз күштерін пайдаланады. Қаһармандықты кәсіп етіп таңдаған адамдар кәсіби қаһармандар деп атайды. Батырлық танымалдылығына, тиімділігіне және қаһарман қоғамға қосқан үлесіне қарай олардың әртүрлі рейтингтері бар. Бірақ кәсіби қаһарман болу үшін Батырлар академиясына түсу керек. Ең беделді академия UA болып саналды. Ал басты кейіпкер Мидори мен оның сыныптасы Бакуган оған түсуді армандайды. Бакуган немесе Качан өте күшті қасиетке ие. Оның алақандағы тер нитроглицеринге ұқсайды және оны жарылыстар жасау үшін қолдана алады. Деку Бакуганның табандылығы мен ерлігіне әрқашан тәнті болды. Бірақ Качан қандай да бір комплексі бар болғандықтан ол өзінің барлық агрессиясын үнемі Мидориге атып, оны барлық жағынан қорлайды. Деку қорқақ және мүлдем шешімсіз. Бірақ бір күні Бакуганның қорлығы шегіне жетіп және ол артқа бұрылып шешесіз. Бірақ жоқ, ол қателесті. Бір құбыжық Мидориге шабуыл жасады және сіз білесіз бе, мен осы сәттен бастап байқадым. Мен бұл анименің не туралы екенін мүлдем түсінбеймін деп ойладым. Бірақ үлкен құбыжықтың Декуге өзінің сұмдық қанаттарын тыққанда мен бұл қаһармандық аниме туралы екенін бірден түсіндім. Құбыжық Мидори тұншықтырып жібере жаздады, бірақ супер қаһарман оған көмекке келді. Ол бір соққымен құбыжықты ұйықтатып, оны полицияға апару үшін бөтелкеге салды. Өзінің кумирін көрген Деку бір сұрақ қояйын деп еді, супер қаһарман бір жерге асығып, одан секіріп кетті. Мидори оның аяғына ілініп қалды, сондықтан супер қаһарман шатырдың бір жерінде тоқтауға мәжбүр болды. Онда Деку еш қиналмай қасиетсіз кәсіби қаһарман бола аласың ба деп сұрады. Бірақ жауапты естіп үлгермейді, өйткені супер қаһарманның буы шығып, ол өлейін деп тұрған балаға айналады. Анықталғандай, ол 5 жыл бұрын ауыр жарақат алып, соның салдарынан асқазаны мен жарты өкпесін алып тастаған. Тынымсыз операциялар оны шаршатқан және қазір ол күніне 3 сағат қана өзінің қаһармандық түріне айнала алады. Бірақ сонымен бірге оның құпиясын ешкім білмеу керек, өйткені ол барлық кейіпкерлер іздейтін әлемнің құдіретті символы. Олар осы төбеге ұшып бара жатқанда супер қаһарман құбыжық салынған бөтелкені тастап жіберді. Кейін ол шығып кетіп Бакуганды кепілге алды және оның қасиетін өзіне иемденді. Құбыжық Качанды өзгертпек болды, бірақ ол бар күшімен қарсылық көрсетті. Дегенмен кәсіпқой қаһармандар оған әлі де көмектесе алмады, өйткені олар Бакуганы өлтіруі мүмкін деп құбыжыққа шабуыл жасаудан қорықты. Мектеп оқушысын ешкім құтқарғысы келмеді, тіпті супер қаһарман өзі шеттен қарап тұрды. Тек Мидори ғана құбыжықты өлтіретін ауыр портфельдерімен, сұмдық кітап қарындаштарымен шабуылдауға батылдық жасады. Бірақ белгісіз себептермен бұл нәрсе құбыжықты өлтірген жоқ. Бірақ Декудың жігерін көрген супер қаһарман өзінің соңғы күшімен қаһармандық түріне айналып құбыжықты жеңді. Үйге қайтып келе жатқанда супер қаһарман Декуды қуып жетіп, оның біріміз бәріміз үшін деген керемет күшті қасиетті құдіреттілігі бар екенін айтады. Оның бір ерекшелігі, оны басқа адамдарға да беруге болады және осы уақыт бойы супер қаһарман осындай құдіретті күшті сеніп тапсыруға болатын лайықты мұрагерді іздеді. Деку сыныптасын құтқару үшін қалай жүгіргенін көріп, оның құбыжықты өлтіруге 0-ден сәл артық мүмкіндігі бар екенін түсініп, ол өзінің қабілеттерін Декуге беру керек деп түсінді. Бірақ мәселе мында, қарапайым дене мұндай күшке төтеп бере алмайды, оның жай ғана денесі шашылып қалады. Сондықтан олар Мидорияны өзінің қасиетін беруге және Батырлар академиясына түсуге дайындау үшін 10 айлық жаттығуларын бастайды. Супер қаһарманның құдіретті күшін қабілеттерін алу үшін Декуға оның шашын жеуге мәжбүр болды. Содан кейін ол қандай күштерді алғанын және оны қалай пайдалану керектігін түсінбей бірден Батырлар академиясына іріктеуге жүгірді. UA академиясындағы іріктеудің практикалық бөлігін 10 минуттық шайқастан тұратын қалада салынған полигонда болады. Жігіттер әртүрлі деңгейде роботтармен күресу керек. Негізі 3 түрлі деңгей бар және қанша роботты жойса ұпай көп беріледі. Ұпай саны роботтың күшіне байланысты. Роботтың тағы бір түрі бар, бірақ оған ұпай берілмейді. Студенттерге одан қашуға кеңес берілді. Мидори тест кезінде кем дегенде біреуді табуға тырысып, жаттығу алаңын айналып өтеді. Бірақ роботтардың барлығы дерлік бөлшектелген. Бір топ студенттер көп ұпай жинайды, ал Деку 0-мен жүгірді. Уақыты таусылып, бір сәтте барлығы ұпай бермейтін үлкен роботты көрді. Бәрі одан қаша
қаша бастады. Бірақ Мидори қыздың темірлерге қалай қысылғанын байқайды. Сондықтан ол қыз ана жерден қашып құтыла алмады. Ол оған көмектесуге шешім қабылдаған жалғыз адам болып шықты. Ол роботқа керемет жылдамдықпен секіріп кетті және оны бір соққымен жойды. Өткен жылы бұл роботты жойған адамдар болды, бірақ оны ешкім бір соққымен өлтіре алмаған. Бірақ денені мұндай күреске толық дайындау үшін оңай жеткіліксіз болып шықты. Роботқа қарай секірген Деку екі аяғын сындырып алып, оны ұрғанда қолын жарақаттап жерге құлай бастады. Бірақ оны құтқарған Ачкака Урарака есімді қыз оны соққыдан қорғап қалды. Ал ол қыздың қасиеті кез келген затты салмақсыз ету қабілетке ие екен. Бұл қабілет Декуға асфальтқа соғылып қалмауға көмектесті. Оның бұл әрекеті барлығын таң қалдырды. Оны әсіресе аяғында қозғалтқыштары бар жылдам жүгіруге мүмкіндік беретін Теня Ида байқады. Сынақ аяқталды, Деку 0 ұпай жинады. Бұл оның өтпей қалғанын білдіреді. Одан кейін жазбаша тестілеу басталды. Ол одан изи шығады, бірақ практикалық бөлім үшін 0 ұпай жинағандық. Оның өтуі өтпеуі екіталай. Бірақ студенттерді бағалаған төреші сынақ кезінде адамды құтқарған үшін қосымша ұпай береді. Соның арқасында Деку батырлық факультетке түсуге жеткілікті ұпай жинағаны белгілі болды. Мидори бір класста Бакуга, Ида, Ураракамен өнер көрсетті. Олар мұнда біліктілік сынақтарын сәтті тапсырғандықтан келді. Бірақ бұл академияға түсудің жалғыз жол емес екенін белгілі болды. Егер сен жеткілікті күшті немесе ақылды болсаң, ұсыныспен сені қабылдауы мүмкін. Момо Яйорозу дәл осылай мұнда келді. Ол барлық затты қаруға айналдыратын қасиетке ие болды. Шото Тадароки де ұсыныс бойынша келді. Оның қабілеті екі элементті басқара алады. Оның оң қолы мұз жасай алады, ал сол қолы жылу шығарады. Осы комбинацияның арқасында Шото академиядағы ең мықты студенттердің бірі болды. Олар бір А классына кірді. Оның сынып жетекшісі Сёто Айдзава болады, немесе бас жойғыш. Оның қасиеті кез келген адамның денесінің кез келген бөлігіне қарау арқылы оның кез келген басқа қасиетін жоюға мүмкіндік береді. Бірақ бұл үшін ол көзді үнемі ашық ұстау керек. Егер ол көзін жұмып қалса немесе басқа жаққа қарап қалса, оның қасиет әсері бірден жойылады. Шәкірттерін тексеру ретінде ол балаларға 8 сынақ ұйымдастырды. Олардың әрқайсысына оқушылардың алған орнына байланысты ұпай беріледі. Барлық сынақ ұпайларының қосындысы бойынша соңғы орында болған адам академиядан шығарылады. Және Мидори әлі өз қасиеттерін игермегендіктен, ол оны пайдаланудан зиян алатындықтан, оның қуылуға деген шансы күрт көтеріледі. Күткендей ол алғашқы 5 сынақта соңғы болып келді және допты лақтыруда кез келген ұпай алу үшін ол өзінің қасиетін пайдалану керек. Бірақ мәселе мұнда, Айзава өзінің көзқарасымен лақтыру кезінде қасиетін өшіреді. Өйткені бұл Декудың қолын сындырады. Ал егер студент допты қолын сындырмай лақтыра алмаса, онда ол UA академиясында оқуға лайық емес. Сондықтан Мидори алдап саусағымен допты соғуға мәжбүр болды. Бас жойғыш оның креативін жоғары бағалап, оны қабылдады. Белгілі болғандай 5-ші сынақта жоғары ұпай жинағанымен Мидори жалпы ұпай саны бойынша әлі де соңғы орында тұрады. Бірақ Айзава студенттердің бар жақсылығын көрсету үшін оқудан шығару туралы өтірік айтқан болып шықты. Содан кейін супер қаһарман өзінің мұрагері Декуды бақылау үшін ұстаз болуды шешкенін білеміз. Ол да сынақтар ұйымдастырды, бірақ бұл жолғы жаттығу командалық жұмысты жақсартуға арналады. Академияға түсер алдында барлық студенттер болашақта кигісі келетін костюмның суретін салу керек еді. Ал оларды жасауды мектеппен бірігіп жұмыс жасайтын компания жүзеге асырады. Бұл костюмдер студенттерге олардың қабілеттерін бақылауға және оларды барынша ашуға көмектесу керек. Бірақ Деку құжаттарды тапсыру кезінде әлі ешқандай қасиеті болмағандықтан, ол жай ғана супер қаһарманның костюмін еске түсіріп сала салады. Ал анасы оған осы костюмді тіккен болатын. Тесттің мәні мынада: барлық студенттер кездейсоқ түрде 2 адамнан тұратын командаларға бөлінеді. Содан кейін бір-бірімен күресетін командаға таңдалады. Бір команда жауыз болса, екіншісі қаһарман болады. Сценарий бойынша зұлымдар өз үйшіктерінің бір жеріне бомба тығып қойған. Қаһармандар оның орнын анықтауы керек, не барлық зұлымдарды тұтқындауы керек, немесе берілген уақытта ядролық бомбаны ұрлауы керек. Зұлымдар бомбаны қорғау керек, немесе кейіпкерлерді тұтқындауы керек. Деку Урарака командасына қосылды және олар Ида және Бакугаға қарсы күреседі. Деку командасы қаһармандардың рөлін алды. Шайқас кезінде Бакуга өзінің костюмын барынша пайдаланады. Бұл оған тер жинап, содан кейін күшті жарылыс жасауға мүмкіндік береді. Бірақ мұндай күшті жарылыстар бөлме ішінде соғысқандықтан пайдасыз. Деку Бакуганың шабуылдарынан қашып үлгереді. Сынақтардың аяқталуына аз уақыт қалғандықтан, Мидори Кацукидің шабуылына қарай жүгірді және оның соққысы арқылы үлкен шұңқыр жасап ғимаратты шайқайды. Осылайша Урарака өзінің қасиетін салмақсыздықты пайдаланып жатқанда аяғындағы қозғалтқыштардың көмегімен бұған жол бермеген Тинея Ида бомбаны ұстап алады. Деку командасы жеңіске жетті, бірақ оның өзі ауыр жарақаттармен ауруханаға түсті. Оны емдеу қасиеті бар академияның медбикесі емдеді. Медбике өзінің сүюімен кез келген адамның регенерациясын тездетуге мүмкіндік берді. Тестілеуден кейін көптеген адамдар Декуды құрметтеді. Тіпті
тіпті оны староста етіп таңдады. Бірақ ол Иданы старосты болса жақсырақ болады деп шешті. Өйткені ол бәріне өте жауапты және оның өзінің ағасы сияқты кәсіби қаһарман және данышпан болғысы келеді. Студенттер табиғи апат кезінде адамдарды құтқару сабағын өткізбек болды. Бұл үшін жеке полигон жасалды. Оған оқушылар автобуспен барды. Барлығын 3 ұстаз бақылап отыру керек еді. Супер қаһарман, басшойғыш және дөңгелек шинасы Мишлейн. Яғни 13-ші. Бұл сонымен қатар кәсіби қаһарман. Оның кез келген саусақтары сору әсерінен қара құрдымды жасауға мүмкіндік береді. Сорудың күштілігі сонша тіпті жарық одан құтыла алмайды. Барлығы жаттығу алаңына келгенде супер қаһарман бұл сабақты жіберіп алатын белгілі болды. Академияға барар жолда өзінің мінсіз кейпінде қаһармандық жұмыс атқарғанына байланысты болды және оның бұл үшін уақыты шектеулі болғандықтан оның денесі салбырап қалды. Сондықтан академияда күшін қалпына келтіруге мәжбүр болды. Бұдан басқа ол Декуға бәріміз біріміз үшін деген қасиетін ауыстырғаннан кейін оның күші әлсіреп, оның қаһармандық формасына әкелетін уақыты қысқарды. Бірақ супер қаһармансыз да сабақ өтілуі керек және бұл үшін студенттерге нұсқаулар беріледі. Бірақ олар жаттығуды басталғалы жатқанда супер қаһарманның өлімін қалайтын Томура Шигараки бастаған құбыжықтар пайда бола бастаған портал ашылды. Олардың ұйымы Зұлымдар Лигасы деп аталады және мақсаты супер қаһарманды, яғни бейбітшілік символын өлтіру. Бірақ ол сабаққа келмегендіктен олар оны шақыру үшін студенттерді өлтіруді бастау керек деп шешті. Содан кейін ол оларға көмекке келеді. Басшойғыш құбыжықтармен жалғыз күресуге кірісті және 13-ші студенттерді эвакуациялауды қамтамасыз ету керек еді. Бірақ оларға Курагири кедергі жасады. Бұл барлық құбыжықтар шығып жатқан телепорт сияқты жұмыс жасайтын тұман жасай алады. Барлық студенттермен бірден жұмыс істеу өте қиын тапсырма болғандықтан Курагири студенттерді құбыжықтар күтіп тұрған әртүрлі жерлерге телепортациялайды. Бірақ студенттер оны жеңе алады. Шигаракидің басшойғыштың қасиетін білетін еді. Оның әлсіз жері ол қасиетін қолданғанда көзінің әрдайым ашық болуы және оның қасиетін шаш арқылы білуге болады. Басшойғыш біреудің қабілетін өшіргенде оның шашы көтеріледі. Осы білімді пайдаланып, Шигараки басын қатты жаралап, шынтағын зақымдады. Содан кейін оны Ному ұра бастады. Ному генетикалық түрде жасалған құбыжық. Оны қожайындары басқара алады. Өйткені олардың мақсаты супер қаһарманды өлтіру және ол үшін олар жоспар құрған. Студенттерге сабақ беріп жатқанда шабуыл жасауды шешкендері бекер емес еді. Олардың козырлары Ному, оның бірнеше ерекшеліктері бар. Олардың бірі жұту. Оның арқасында ол Деку және супер қаһарманның соққыларын жұта алады. Сонымен қатар біреу оларға супер қаһарман бұрынғыдан әлде қайда әлсірегенін айтты дейді. Бірақ оның кім екені әлі белгісіз. Курагиримен шайқасқан 13-ші ауыр жарақат алды. Сондықтан Иду батырлармен бірге академияға жіберу туралы шешім қабылдады. Топтық жұмыстың арқасында олар Курагириді жеңіп, басшыны көмекке жіберді. Бұл жаңалық Шигаракиді қатты алаңдатты, өйткені олар кәсіби батырлармен шайқасуды жоспарламады. Сондықтан олар қашуға шешім қабылдады, бірақ бұған дейін олар бірнеше студенттерді өлтірмек болды. Шигараки студенттердің біріне шабуыл жасап, оны өлтіре жаздады. Бірақ соңғы демінде оны басшойғыш құтқарды. Бірақ кейінірек олар оны одан да күштірек ұра бастады. Осы сәтті пайдаланып, Деку Шигаракиге шабуыл жасауды ұйғарды және оның соққысына жауап ретінде ол Ному соққыларды денесімен жұтты. Сол себепті Деку бұрынғыдай соққыдан кейін қолын сындырмады. Олар Мидоридің супер қаһарманның шәкірті екенін түсініп, оны өлтіруге шешті. Бірақ соңғы сәтте Иданың арқасында шабуыл туралы білген ашуланған супер қаһарман керемет жылдамдықпен барлық құбыжықтарды азайта бастады. Содан кейін ол Айзава мен Деку тобын құтқарды. Жолда Шигаракидің бетінен қолын лақтырып тастады. Ол оның әкесі болып шығады. Ол балалардан жаралы Айзаваны алып кетуді өтінді және ол Номуға шабуыл жасай бастады. Бірақ оның соққылары ешқандай зақым келтірмеді. Содан кейін оны асфальтқа басып қозғалыссыз қалдырмақ болды. Бірақ соққы беріп жатқанда Урагири портал жасады және Номудың жартысы супер қаһарманның астында болды. Содан кейін Ному супер қаһарманның ескі жарасын қыса бастады. Ол сыртқа шықпақ болды, бірақ Номудың қолы өлді. Урагири супер қаһарманның порталдың жартысына орналастыруды, содан кейін оны жабуды шешті. Осылайша супер қаһарманның жартысын кесіп тастады. Деку зұлымдардың бейбітшілік символының барлық әлсіз жақтарын білетінін түсінді. Сондықтан ол оған көмектесуге асықты, бірақ Курагири мұны алдын ала көріп, Декудың алдына портал жасады. Бірақ соңғы сәтте оны Бакуган құтқарып қалды. Ал бұл уақытта Шото жаралы қаһарманды Ному денесінің жартысын мұздатып, жұлып алу арқылы шығуға көмектесті. Бірақ Номудың тағы бір ерекшелігі регенерацияның жоғарылануы. Соның арқасында ол денесінің барлық бөліктерін тез қалпына келтіріп, содан кейін балаларға шабуыл жасады. Бірақ супер қаһарман соққыны алды. Шигараки студенттердің оның тағы бір осал тұс екенін түсінді. Бірақ соққылардан кейін энергияның өте аз қорына қарамастан супер қаһарман өзінің соңғы күшін жинап,
жұдырығымен аяусыз өлтіре бастады. Номудың күшін жою үшін ол әрбір соққыға 100%-дан астам күшін салады және қаһарман бірнеше жүздеген соққылардан кейін ол Номуды жеңе алады. Бұл Шигаракиді қатты таңғалдырды, өйткені Ному супер қаһарман үшін арнайы жасалған. Олар кетуге жақын болды, өйткені көмек кәсіби қаһармандар түрінде келетін болды. Оның үстіне супер қаһарман зұлымдарды қорқыта бастады, бірақ бұл тек Деко білетін құлақтан тебу болды, өйткені супер қаһарманнан бу шыға бастады. Демек, ол көп ұзамай сұмдыққа айналады. Бірақ сонымен бірге ол өзінің соңғы күшімен Шигаракиді қорқытады. Сондықтан олар кетеді. Рас, Курагири бұл істі аяғына дейін жеткізу керек деп шешеді. Ауыр жарақаттаған кәсіби кейіпкерлер пайда болады. Сондықтан зұлымдар қашуға мәжбүр болды. Супер бірнеше секундтың пайдасы үшін Декуға алғыс айта бастады. Егер Мидора болмаса, ол міндетті түрде өлтірілетін еді. Оның сыныптасы Декуге жүгіріп бар, бәрі жақсы екеніне көз жеткізуге келді. Бірақ құм араластырылған Цементос супер қаһарманның құпиясын білмеу үшін балшықтан тосқауыл жасады. Содан кейін Деку мен қаһарман ауруханаға кетті. Шигаракидің супер қаһарманға шабуылды ұйымдастырған тәлімгері бар екен. Бұл тәлімгер Номуды жеңіп қамауға алғандарын білгенде қатты таңқалды. Ол әлде қайда күшті жаңа шабуылға дайындалатынын айтты. Супер қаһарман Декуға осы шайқастың арқасында оның қаһарман кейпіне келу уақытын айтарлықтай қысқарғанын айтады. Ол кем дегенде 1 сағат қалды деп үміттенеді. Олардың палатасында детектив Наума Сацукаучи келді және ол супер қаһарманның шынайы бейнесі туралы білетіндердің бірі. Ол деген сөз олардың жақын дос екенін білдіреді. Тергеуші бірде-бір оқушы зардап шекпегенін, бас жойғыш пен 10-ші ауыр жарақат алып ауруханаға жатқанын айтады. Бірақ олардың денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ. Олар бұл 1-ші курс студенттері барлық уақытпен салыстырғанда ең күштілердің қатарында деген қорытындыға келеді. Сондықтан олардан ұлы қаһармандар жасайды. Сонымен 1-ші маусым аяқталды және титрдан кейінгі көрініс бар. Сонымен бірге ауруханадан шыққан Деку достарымен кездесіп үйіне қайтады және оның закадровый дауыс кетеді. Онда Зұлымдар лигасының академияға шабуылы үлкен оқиғаның басы ғана болғанын айтады. Бірақ біз ол туралы келесі маусымда кейін білетін боламыз. Ал енді осы видеоны көргенің үшін алғысымды білдіремін және лайк басып арнаға жазылып қоюыңды ұмытпа. Келесі видеода кездескенше.